Абайдың 22-ші қара сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойлаймын. Байды қадірлейін десем, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас бет. Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырам деп жүріп, 100 кішіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайырда емес, мырзалықта емес, өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң кеселді құлар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған желік болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Біреулер көне құрым киізді тозға малшып, тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейтін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып, бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты. Жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісін тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міналмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жай болса, бірдемені ептеп, ілерлік те жай бар. Енді қалды қу мен сұм. Олар өзде қуартпай, суалтпай, тыныштық көрер емес. Жә, кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер бұлай тұрсын. Енді әлбетте амал жоқ, момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергеннен жағалмай, жарымын беріп, жарымын тыныштығымен бағалмай, ұры залым қуларға жемік болып жүрген шын момын байларды аямасаң, һәм соның тілеуін тілемесең болмайды. Сонан басқасын таба алмадым.